Жаңа прямой эфирге 5 минут ерте шыққанмын, тоқтап қалды прямой эфир. Негізі уақытысында шығу керек па, мен түсінбедім. Прямой эфир жаңа тоқтап қалды. Енді қайтадан бастап жатырмын. Мынандай керемет Жанна Фрискидің «Ана море песок» деген маған осы өлеңі ұнайды. Марқұм бұл кісі қазір қайтыс болып кетті. Бұл әншіні барлығы таниды. Мен де бұл кісінің өлеңдерін жақсы тыңдаймын. Бұл кісінің өміріне кезінде қызыққанмын. Негізі әрбір адам өмірге келгеннен кейін армандайды. Армандай білу керек, үлкен нәрсені де армандай білу керек. Негізі мен өзім есімім Гүлмира болады. Енді прямой эфирді сақтап қоямын қазір. Осы бұл компанияға тіркелмей тұрған кезде осы Мальдива, путешествие деген нәрселерге онша көп армандамайтын тұғым, бірақ осы компания келгеннен кейін, Инкрус компанияға келгеннен кейін кезінде армандаған барлық нәрсеме деп айтпай қойын, бірақ армандап жүргенімнің біреуі осы Мальдива болатын тұғым. Мына есік жаба салыңдаршы. Қазына. Осы негізі адам баласы армандай білу керек, көп нәрсені армандау керек, үлкен нәрселерді армандау керек. Сетевой компанияның арқасында, қазіргі таңда сетевой компанияның арқасында жалғыз менің емес, бірнеше біздің команданың мүшелері осы компанияға келген кезде қазіргі таңда мультимиллионерлер, $110 мың айлықта отырған Салтанаттың, Камила Канапиянованың, біздің жоғарғы спонсорлардың өмірлерін барлығымыз жақсы білеміз. Олар барлығы ешқандай ауадан бір ертегін алып келіп жатқан жоқ. Олар тек қана өз өмірлерін айтып жатыр. Енді мен осы бизнесқа келген кезде менің арманым не болды? Мен көп нәрсе армандаған жоқпын. Әрине менің ол бірінші арманым саяхатқа қалай баруға болады. Бірақ мен бірінші арманым табысты болу болды. Өйткені осы компаниядан басқа мен басқа жерде бизнес жасауға мүмкіндігім болған жоқ. Мен мұғаліммін, айлығым аз, әр айда 90 мың айлыққа өмір сүріп жатқаннан кейін мен қосымша табысты үнемі ізденісте жүрдім. Әрине ол қазіргі таңда сетевой компанияны айтам, өйткені сетевой компанияда адамдар арқылы табысты болуға мүмкіндігіңіз бар, бірақ ол әрине өзіңізге байланысты. Мен пирамиданы айтпаймын, сетевой компанияны айтам. Сетевой компания дегеніміз не? Сетевой компания, сетевой маркетинг дегеніміз не? Негізі сетевой маркетинг дегеніміз товарды дамытудың тактикасы, товар айналымды сатудың тактикасы. Адамдар арқылы товарды сатудың тактикасын жақсы меңгерсеңіз, сіз сетевой компанияның қыр-сырын білесіз. Сетевой компания дегеніміз сол. Сетевой компаниялар бізге дейін 100 жылдан бері дамып келе жатқан компаниялар. Негізінде біздің әлеміміздің барлығы сетевойдан дамиды. Қазіргі таңда мынау коронавирусқа байланысты карантинде отырған кезде именно сетевой компаниялар қазіргі таңда дамып жатыр. Акцияларын сатылу болсын, төмен бағада сатып алу жағынан қазіргі таңда енді бизнестің құлдырайтын заманы болып тұр. Ол рас, өйткені барлық бизнестер қазіргі таңда тоқтап тұр. Біз енді қазіргі таңда біздің продукциямыз путешествие болғандықтан біздің продукция товар айналымда тұр. Өйткені бізден сайт әлі күнге шейін жұмыс жасап тұр. Әлемде болып жатқан жағдайға байланысты тоқтап тұрған жоқ. Біздің компания әлі күнге шейін жұмыс жасап жатыр. Бұл 183 мемлекетте дамып жатқан компания болғандықтан біз қарапайым халыққа қалай көмектесе аламыз? Өйткені біз бұл бизнесті айта отырып, біз өзіміздің өмірімізбен халықтың өмірін өзгертуге мүмкіндік береміз. Енді бұл жағдай біздің компания, біздің Қазақстанға келген кезде бұл жағдай біздің басымыздан өтті. Адамдардың жағдайын түсіну, бұл компанияны біз дамытуымыз, барлығы, бірінші Салтанат Шаймарданова, Тимур Шарипов деген кісілер осы компанияны Қазақстанға келген кезде біздің Қазақстанда жан адам сенген жоқ. Ол рас. Енді мен алыстан айтпай қойын, өзімді айтайын, өйткені біз Қызылорда қаласында ең бірінші осы бизнесті бастаған кезде барлығы күлген тұғын. Қандай компания,
пирамида, лохотрон, сен барып қайт деп. Қазіргі таңда да мен мысалы қорықпаймын. Бұл қазіргі таңда мен мемлекеттік бизнесмендердің жұмыстарынан қорқам, потому что егер де мен бизнесмен болсам, менің магазинім жабық тұрса, мен банкрот болуыма қорқатын едім. Қазіргі таңда мен қорықпаймын, өйткені бұл бизнесте мен өйткені командам жасайды деп айта алмаймын, өйткені бұл бизнесте мен өзімнің саяхатыма салып отырсам да, менің алдағы уақытта саяхатым дайын тұратына, жаңадан команда жинау арқылы, сендіретін адамдарды табу арқылы мен осы компанияда жұмыс жасайтыныма 100% сенімдімін. Неге? Өйткені бұл компания ең бірінші басында бастаған кезімізде, Салтанат Шаймарданова айтайын, алысқа бармай-ақ, осындай круизный лайнер, ондық бар деп, бір 100 адамды жинап қойып осындай айтқан кезде, 100 адамнан отказ естіген кезде, Салтанаттың жалғыз өзі осы компанияны өзінің сенімділігімен команданы дамытудан бұрын өзін дамытты да, осы компания арқылы тек қана сеніммен қара өз жолымен жүре бастады. Ол қалай? Адамдар сендіре алмаған екен, ай сайын $100 салып, өз саяхатына барамын деп 4-5 ай осы компанияда өзінің мықтылығымен, ұстанымымен ғана жұмыс жасады. Әркімнің өзінің ұстанымы болу керек. Ол бір өзіңізге сенуіңіз керек. Команданы қайтадан құратында менің өзім сенімділігім бар, потому что көбісі қазіргі таңда әлсіз адамдар қалып қояды. Ол рас, әлсіз адамдар дегеніміз қазіргі елдегі болып жатқан жағдайға негативке беріліп, халықтың жағдайы не болып жатыр, мынандай болып жатқан жағдайда біз қалай бұл бизнесті айта аламыз дейтін адамдар бар. Иә, ол рас. Бірақ біздің бизнесіміздің ол бұл компанияны бастаған кезде де біздің басымыздан дәл осындай жағдайлар өткен. Өйткені бізге даже айтқан Қызылордадан барып келген адамдар бар ма? Бізге алып бер, сол кезде саған сенеміз деген адамдар болған. Мен дальше кете бердім. Мен дальше жұмыс жасай бердім. Қазіргі таңның өзінде коронавирус деп сенбей отқан адамдардан сенетін адамдар да табылады арасында. Мен жұмыс жасаймын дейтін адамдар да табылады. Бүгін подписка жасап мен кіргіз дейтін адамдар да табылады. Қазіргі осы жағдайдың өзінде бізде Байқоңыр қаласында Ләззат отырса қазір айтар, өзі комментария жазып. Ләззат кешеден бастап 4 күннің ішінде уже 8 адам тіркеп тастады. 4 күннің ішінде коронавирус қазіргі таңда халықтың жағдайы нашар, бірақ 4 партнер тіркеді, 4 партнер. 4 партнер дегеніміз 4 күнде емес, даже 2 күнде 4 партнер тіркеді. Қазіргі болып жатқан жағдай, ситуация бар. Ол не істеді? Ол тек қана қарамай жұмыс жасады. Ол тек қана бұл продукцияны елге айта бастады. Ол тек қана осы продукцияны басқа бізден артық бізде артық нәрсе жоқ. Бізде тек қана маркетинг планы, кабинет бар, болды. Біздің барлығымызда продукция бар қолымызда. Ол продукция дегеніміз біздің путешествие. Продукция бар екенін айтты, маркетинг планды сізді мүмкіндікті айтты, ақшаның бар екенін айтты, болды. Қазір сіз үйде отырып қайғырып отырғаннан ештеңе шықпайды. Сіз үйде отырып қайғырып, ойбай, мен путешествиені ойламақ түгілі біздің анау тамақ ішетін күнімізді көре алмай тұрған кезде халықтың жағдайын ойлауымыздың орнына біз путешествие не деп айтамыз? Путешествие айтпай ақ қойыңыз, сіз бизнес предлагать етіңіз. Бір адам шақырдыңыз ба, бір подписка тіркедіңіз ба, сіздің қалтаңызға $50 бірден түседі. Сізге қай жақ береді? Қазір барлық жабық, магазиндер жабық. Қай сіз жұмысқа орналасасыз? Сізді кім алады қазіргі таңда? Барлық жер қазір коронавирусқа байланысты барлық жер карантинге жауып тастады. Даже без содержанияға жіберіп жатыр, даже көбісін отпускаға жіберіп жатыр. Бұл компанияда действительно қазір сіз жұмыс жасасаңыз, халыққа көмектесу арқылы бұл бизнесті айтсаңыз, сіздің қалтаңызға бір адамнан бір подпискадан $50 түседі. Ол деген 22 000 теңге ақша. Бір күнде 4 подписка жасадыңыз ба, 4 подпискадан $240, сонда 100 000 теңге ақша, бір күнде 100 000 теңге ақша таба аласыз ба сіз? Осы компанияда қазір біздің бизнесте онлайн бизнес қазіргі таңда дамып жатыр. Мейлі $100 айына салмай қойсын, саяхатқа салмай қойсын, только бизнес жасасын қазіргі таңда. Бизнесті предлагать етсін. Потому что қазіргі таңда біздің компанияның өзі қазір жақсы деңгейде тұр. Оны мен біздің Майкл Хатчсон қазір қаншама круизный линиялардың акцияларын сатып алатындай уже дәрежесі жетті. Біздің компанияда миллиардтаған ақша
товар айналымдар тұр, миллиардтаған ақшалар. Қазір мысалға бізде кризис басталды. Бүкіл халық, Қазақстан бойынша халық бар, мысалы осы Қызылорданы айтайыншы, Қызылорда облыс бойынша қанша адам депозитінде тұрған ақшасын барып сол банктен шешіп алса, сол күні сол банк банкрот болады. Сол күні сол банк банкрот болады. Өйткені барлық банктер халықтың ақшасына өмір сүріп жатыр. Бүкіл Қазақстан бойынша барлық банктен депозитінде доллар болсын, теңгемен тұрған депозитіндегі халықтар барып ақшасын алатын болса, сол күні сол банк сол күні банкротқа ұшырайды. Біздің Инкрус компаниясының Майкл Хатчинсон банкісінде миллиардтаған ақшалар артығымен жатыр да. Миллиардтаған пәленбай миллиард долларлар артығымен жатыр. Сондықтан бұл компанияның өмірі ұзақ, бұл компанияның әлі жететін жетістігі әлі көп. Біз аз уақыттың ішінде, 2 жылдың ішінде ойлап қараңыздаршы, 2 жылдың ішінде бұл компания арқылы 10 мыңнан аса халықтар саяхатқа барып келді. 10 мыңнан аса. Бұл 2 жылдың ішінде қазіргі таңда 110 мың доллар айлық алып жатқан 2 қазақстандықтар бар, 2 Қазақстанның қызы бар. 2 жылдың ішінде 25 мың доллар айлық алып жатқан 2 Қазақстанның қызы бар, 25 мың, 37 мың доллар айлық алып жатқан. Аз уақыттың ішінде 15 мың доллар айлық алып жатқан, 2 жылдың ішінде 15 мың доллар айлық алып жатқан біздің компаниядан қазір уже 10 шақты адам бар. 7,5 мың доллар айлық алып жатқан қазір 20 шақты адамдар бар Қазақстанның ішінде. Мен сияқты 2500 доллар айлық алып жатқан, мен санын айта алмаймын, өте көп, өте 35-тей барша, 25-тей барша. 1,5 доллар айына 500 мың айлық алып жатқан өте көп, оның санын айта алмаймын. Өйткені бұл компанияда кемінде 300 доллар айлықты алып отырған, біздің компаниядан 300 доллардан айлық алып жатқан Қазақстанның ішінде бар. Сондықтан путешествие, мен сіздерге былайша айтпай қойын, путешествие мейлі қазір халықтың жағдайы деп отырады, путешествие қалай айтамыз деп. Бірақ мен осы компанияның арқасында 1 жыл 6 айдың ішінде 3 рет шетелге шығып, өзімнің арманым Мальдиваны көріп қайттым, өз көзімен. Дубайды көріп қайттым, анамен бірге саяхатқа барып қайттым. Өзім Европа барып келдім. Қазір мейлісі саяхатқа, қазір армандамасаңыз, 2020 жылы сіз қайқа баратыныңызды ойламасаңыз, отбасыңызбен қайқа қыдыратыныңызды ойламасаңыз, 2020 жыл ойлаңыз. 2020-21-ге ойлаңыз, алдағы уақытыңызды армандаңыз. Ертең Құдай қаласа декабрьде жаңа жылда қайықта қарсы алатыныңызды ойлаңыз. Просто мен сізге армандай беріңіз деп тұрмын. Осы компаниядан сіздің бүкіл арманыңыз орындалады. Ақша керек па, машина керек па, бүкіл арманыңыз орындалады. Сондықтан өте керемет бизнеске қазіргі таңда халыққа көмектесетін жағдай тек қана осы бизнес. Мен 100% сеніммен айта аламын. Қазірдің өзінде кеше ғана 4 подписка жасаған Байконурда Ләззаттың командасында уже карточкалеріне 50, 60, 70, 80, 90 доллар түсіп жатыр да. Ол қақтан түсіп жатыр? Ол только подписканың арқасында, адамдарды шақыру арқасында. Сондықтан осы мүмкіндікті жасай біліңіздер, ешқандай ерінбеңіздер. Сетевой компания еш уақытта, сетевой компанияның көбісі пирамида, лохотрондармен шатастырады. Қазіргі таңда мысалға біздің компанияда сетевой компанияның ең жаңаша түрі ол онлайн бизнес. Сіз интернетте отырып 180 мемлекеттен адамдарды шақыра аласыз. Не только біздің Қазақстанда, мейлі Қазақстанның жағдайын төмен Қазақстан халқына жанашыр еткенсіз, бірақ сіз шетелдегі көз ашық адамдарды шақыра аласыз бұл бизнеске. Шетелдегі таныстарыңызды танысып, сөйлесіп, осы компанияны предлагать етіп, әрбір көз ашық адам бұл компанияны үңіліп қарайды. Бұл не деген компания, не деген мүмкіндік бұл деп. Біздің Қазақстанда да бар ондай кісілер. Бұл компания кеше коронавирустың 1-ші күнінен бастап бізде бір кісі тіркелді. Ол кісі айтады, мынау деген керемет қой, осы компанияның президентіне тек қана денсаулық тілеймін дейді. Өйткені бұл компанияның президенті халықтың жағдайын ойлап отыр. Халықтар шетелге барсын, көздерін ашсын, дамытсын деп. Сетевой компания мен пирамиданы салыстырудың қажеті жоқ. Бұл компания неде предлагать етесің, қазіргі таңда қалай айтуыңызға болады деген кезде 100% айтуыңызға болады. 100% көзіңізді жеткізіп айтуыңызға болады. Мен өзім осы компанияға келмей тұрған кезде даже мен загран паспортым болған жоқ, шын мәнінде. Загран паспортым даже мен ойлаған да жоқпын саяхатқа барам деп. Мен 6 июль күні тіркелдім 2018 жыл. 18 июль күні барып мен паспортымды алған екем. Сонда мен уже армандап осы компанияға 100% өзімді қосқан екем да. 100% осы жақтан ақша аламын деп
өзімді. Мен оны қазір кейін ойлап жатырмын да. Оказывается, мен сол кезде уже настроймен уже армандап қойғанмын. Мен уже әйтеуір бір жылда, бірақ көп сұрайды, қашан барасың, бір жылдан кейін барамын деп айтатын тұғым. Потому что мен өзімді білдім, өзім деңгейімді. Мен шетелге барғаннан кейін менің қалтамда мүмкіндігім болуым керек. Мен ана затты сатып аламын, мен ана затты анама алып беруім керек. Мен барғаннан кейін мен ақшам жоқ деп айтпауым керек. Мен өзіме сенімді болуым керек деп өзіме сондай бір жылдық уақыт қойған екенмін. Действительно, мен барған кезде жұртпен бірге керек затымды сатып алып, керек нәрсемді жейтіндей мүмкіншілік болуым керек менде. Сондай мүмкіншілікке жеткеннен кейін мен бір жылдан кейін бардым саяхатқа. 2019 октябрьні ең бірінші круизімізға Испания, Италия, Францияға барып, Францияның керемет сабындарын, иіс сабындарын әкеліп, иіс суындарын әкеліп, магнитиктерін әкеліп, сол жақтан ел асып, жер асып келдік деп өзімнің отбасыма подарка сыйлық жасадым мысалға. Ал мен соны 90 мың айлықпен жүрген кезімде осы компанияны ай сайын $100 салып, мен халыққа шақыра алмасам, мүмкіндікті бере алмасам халыққа, мен солардың бәріне қол жеткізе аламын. Мен еш уақытта қол жеткізе алмайтын тұғым. Осы компания келген кезде мен тек қана айлық табысқа жетуім керек. Менің целім не болды? Мен тек қана осы компания тегін баруым керек. Сол нәрсеге ғана мен направлять еттім. Ал біздің кезімізде именно сол кезде біз осы компанияға келген кезімізде біз дәл осындай күнде болдық. Ешкім сенбейтін, ешкім бұл саяхатты ойламайтын кезде келдік. Ешкім біреуге айтсаң, ойбай қаяқтың лайнері суға батып кетем деген кездер болған. Қазір шүкір Аллаға, біздің әрбір қазағымыздың көзі ашық, акасы арасында бар сенетіндер, жұмыс жасайтындар бар. Сондықтан бұл бизнесті қазіргі таңда ұйықтамай, сізде мүмкіндік бар, мүмкіндік үйде отырсыз, азаннан кешке дейін сіз достарыңызға, бір 10 досыңызға күніне бір звондап хабарласып, осы компанияны айтуға мүмкіндігіңіз бар. Ол қазіргі үйде отыр ма, ақша таппай отыр ма? Сен осы компанияға кірсең ақша табыласың, сен осы компанияға кірсең өмірің өзгереді, сен осы компанияны бизнес жасасаң, сен үлкен миллионер боласың, үлкен армандарға қол жеткізе аласың. Сондықтан сен осы компанияға шақырамын, сен осы компанияда жұмыс жасауың керек, сен миллионер болуың керек, сен өміріңді өзгертуің керек, отбасымен саяхатқа баруың керек. Соның барлығын сіз жеткізе білуіңіз керек. Өйткені сіздің не арманыңыз? Сіздің арманыңызды тек қана сол халық сіздің арманыңызға жетелейді. Халықтар сізге ғана, сіз соны жасасаңыз, сізге адамдар сенеді. Сіз өзіңіз бірінші лидер болыңыз, сіз өзіңіз орындаңыз сол бір тәртіпті. Не істеу керек? Бірінші шақыру керек, лидерлер адамдарды шақыру, одан адамдарды лидер туғызуыңыз керек, лидер қылуыңыз керек. Ол адамдармен сіз стабильно, сіз сияқты айлық алғанын сіз қалауыңыз керек. Сол кезде сіздің барлық арманыңыз орындалады. Тек қана бұл компанияда жалқау адамдар ғана мен істей алмаймын, мен қолымнан келмейді, мен жасай алмаймын, маған біреу жасап беру керек, менің орныма біреу салып беру керек, маған міндетті деген адамдар ғана бұл компанияда өсе алмайды. Сондықтан бұл компанияда тек қана арманы үлкен, арманы нық тұрған, өзіне сенімді, осы бизнеске осы бизнес арқылы әлемді саяхаттай аламын, осы бизнес арқылы мен өмірімді өзгерте аламын деген адам ғана жетістікке жете алады. Бұл бизнес менің өміріме келгеніне, ол әрине Алланың арқасында, әрине өзімнің спонсорым арқылы, әрине бірінші очередь өзімнің арқамда. Ол неге? Өйткені бұл компанияға мен сенбесем, действие жасамасам, халыққа айтпасам, мен еш уақытта бұл саяхатқа бармас едім. Бірінші Алладан, екінші өзімнің мықтылығымен, сенімділігімен. Менің алдыма мен қанша адамның алдына барған кезде маған айтқан, корабльмен бірге батып кетпеші деп. Шүкір Аллаға, олар өйткені қалды, мен сол корабльге барып келдім. Өйткені адамда мынандай сана сезімдері қалай айтсам болады, ол нәрсені көрмеген адам әртүрлі нәрсені айта алады. Біреу айтады ғой, мысалы самолетке, бір апамыз самолетке мінбеймін, еш уақытта мінбес едім деп. Неге дейтін болса, кезінде кукурузник самолетке мініп, жүрегім айнып, құс өліп қала жаздаған, басым айналып дейді. Қазіргі самолеттер деген рахат қой, керемет қой. Қазіргі самолеттер деген отырсаң қанеқа 4 сағатта қалай жетіп қалғанын білмей қаласың мысалға. Сол сияқты ғой, қазір дамыған елдің қатарына 21-ші ғасырдың онлайн бизнесіне, 21-ші ғасырдың самый керемет ондыққа, круизный ондыққа, отбасыңызбен баруға, елді жерді көруге мүмкіндік беріп жатқан кезде соны тек қана пайдалану керек. Сондықтан қазіргі таңда онлайн бизнеспен шайнап берген нәрсені жұту керек. Сізге шайнап берді ма, саған доллар керек па, 22 000 теңге керек па, қағып ал деген нәрсені сіз бірден қағып алуыңыз керек.
Тек қана сіз өзіңіздің қолыңызда келеді. Мысалға, бүгін бір күнде 30 адам тіркейтіндер бар, бір күнде 5 адам тіркейтіндер, бір күнде бір адамға реклама жасамайтын адамдар бар. Адамдар әртүрлі болып бөлінеді, бірақ сол адамдардың санасына жеткізу, бірақ өзіңізге байланысты. 1 миллион чекті мен алып атқан себебім, әрине, ол командамның арқасы деп айта аламын, бірақ бірінші очередь мен бұл компания не үшін келдім? Мен бұл миллионды алу үшін қандай мен жолдардан өттім, қандай кедергіден өттім, оны ешкім білмейді, тек қана өзім білемін. Өйткені менің ең бірінші бұл бизнес бастаған кезде менің жолымда көп кедергілер болды. Даже мен 5 айға шейін бұл компанияны қозғап алып кете алмай, телефонмен кәдімгі жұмыс істеп, әрбір командама телефонмен түсіндіріп, ертең күні біздің күніміз жақсы болады, ертең күні біздің күніміз осындай болады, ертең күні біз осындай керемет лайнерде демаламыз. Кезінде мен Перизат екеуміз Мексикаға бронить жасамыз, қалтамызда көк тиын ақша жоқ. $170 Мексиканы көріп, Мексикаға кетейін деп жүргенбіз. Компания кіргенімізге бір ай болды. Сол кездің өзінде, мысалға, менің ертеңгі күнім жақсы болады, ертеңгі күнім менің осындай болады, ертеңгі күн мен анамды Дубайға апарам, ертеңгі күн Мальдиваға барам деп өзімнің сенімділігімен осы нәрсені қол жеткізіп отырмын. Өйткені бұл компания кіре салысымен ертең кетіп қалатын, саяхатқа барғысы келетін адамдар бар. Шыдамай, мен бизнесімді бастап, бүгін кірдім, ертең күн бола алмай қалды, менің бизнесім жүрмей қалды, маған ешкім сенбей қалды деген адамдарға айтатын. Мен де бір жыл бойы осы компанияға сенімділікпен келдім. Өйткені менің ертеңгі күнімді ойладым. Бір жылдан кейін өмірім қандай болады, 2 жылдан кейін өмірім қандай болады, 3 жылдан кейін мен өмірім қандай болады, 5 жылдан кейін мен өмірім қандай болады деп мен сеніммен келдім. Өйткені бір жыл 6 ай бұрын бұл компанияға тіркелген кезде біз лайнерді былайша айттық та, лайнердің ішінде жүргендей сөйледік. Өйткені біз оны көрген жоқпыз, бірақ соны көруге ұмтылдық. Мен армандадым, анамды Дубайға алып барам, мен Мальдиваға барам, мен Европаны көруім керек. Әлі де мен 5 жылда қандай жерлерді көретімді мен уже мақсатыма, арманыма жазып қойғанмын. Мен өткен Американы көргім келеді, Майамиді көргім келеді, мен Сингапур, Малайзияны көргім келеді, мен ана үлкен гостиницаның үстінде бассейнге шомылғым келеді. Мен соның барлығын осы компания арқылы көріп тұрмын, басқа жерден көріп тұрған жоқпын. Сондықтан қазір кеше барып келген 3 круизімді да мен алдын ала 1 жыл бұрын айтып жүрген круизім. Бірақ мен оны мен білген жоқпын, просто айтып жүрдім. Сондай нәрсеге жетемін, мен ертең күн осындай керемет жерге барамын. Өзің барып қайттың ба деген кезде, Аллаға шүкір, осы компанияда жүрмін, әйтеуір барамын. 1 жылдан кейін барамын ба, 2 жылдан кейін барамын ба, өзім жағдайыма қарай барамын. Бірақ бұл компанияда жүрсем түбі барамын деп сөйтіп жүретін тұғым. Дәл солай сөйлесеңіздер, сіздер түбі осы компанияның арқасында әлемді саяхаттайсыздар, отбасыларыңызбен саяхаттайсыздар. Сондықтан бұл мүмкіндікті сіз әрбір отбасыға айтуыңыз керек. Қазіргі таңда коронавирус десе айтасыз, ертеңгі күні сіз 1 жылдан кейін коронавирус тоқтайды ғой, 2-3 айдан кейін. Сіз осы жылы Дубайға баратын мүмкіндігіңіз бар. Келесі жыл 1 жылдан кейін сіз саяхатқа баратын мүмкіндігіңіз бар. 5 жылдан кейін сіз саяхатқа барып, бүкіл әлемді аралап шығатын мүмкіндігіңіз бар деп сіз жеткізе бастасаңыз, ол адамның шамалы болса да сознаниясы оянады. Ал қазір саяхат қақтан кейін коронавирус тоқтағаннан кейін сен не істейсің? Қайқа жұмысқа орналасасың, қайқа саяхатқа барасың, не армандайсың? Сондықтан қазірден үйде жатып армандап, осындай жетістікке жетем деп, оларға рухтарын одан сайын оятуларыңыз керек. Әрбір партнер бұл компанияға тіркелгеннен кейін сіздің нақ арманыңызды осы компаниядан Алла қаласа командамен шығамын, осы компания арқылы Алла қаласа Мальдиваға барам, осы командамен мен Алла қаласа Дубайға барам деп әрбір өзіңіздің шақырған командаларыңызға рух беріп отырмасаңыздар, сіздердің өздеріңіздің сенімсіздіктеріңіз көрсеткенсіздер. Сондықтан әрбір командаға айтарым, бұл бизнесті тек қана ертеңгі күніңізді, алдағы күніңізді, алдағы 1 жылдық күніңізді ойлаңыз, алдағы 5 жылдық күніңізді ойлаңыз. Сол кезде ғана 15 минуттан кейін тоқтайды дейді. Сол кезде ғана арманға жете аласыздар. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Мен бір айтсам тоқтамай кетем. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен өйткені көбінесе бар, онда күндерім де болды, қиындық күндерім де болды, қиындықсыз. Бірақ бұған да Аллаға шүкір деймін. Прямой эфирге мен негізі көбінесе жалқау тұғым, прямой эфирге кіруге, Инстаграм дамытуға, даже пост жазуға жалқау тұғым. Қазір мен осыны айтам, Алла тағала маған өзі сынақ беріп жатыр да, прямой эфирге шығып тұр, пост жазып үйрен, сториске сал деп.
Ал осы кезде қазір негізі біздің бизнес онлайн ғой, негізі оңай түрі ғой, негізі біздікі. Біз оны қиындатып жүргенбіз, адамдарға бір информация беріп, презентация оқып. Презентацияда болған дұрыс, бірақ онлайн бизнестің ең оңайы үйде жатып, отбасыларыңызбен отырып, осы бизнесті дамыта аласыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. 1 миллион чектемін, я сохранить етемін осы прямой эфирді. Мен өзімнің прямой эфир арқылы өзім командамның барлықтарына рахмет айтам, өзімнің жоғарғы спонсорым Боранбаева Айнұрға рахмет айтам, Нұргүл Наметоваға, барлықтарыңызға рахмет айтам. Бірақ осы компания арқылы тек қана сенсеңіздер, сіздің бүкіл армандарыңыз орындалады. Тек қана сеніңіздер, өздеріңізге сеніңіздер, командаларыңызға сеніңіздер. Отбасыларыңызбен бірге саяхатқа баратындарыңызға сеніңіздер. 15 минуттан кейін аяқталады дейді. Жарты сағат бар сияқты ғой әлі. Алматыда Мөлдір деген қыз бар, ол да күнде прямой эфирге Инстаграм таргетпен дамытады. Ақгүл, саламатсыз ба? Ақгүл біздің жоғарғы спонсорымыздың маркетинг директоры, екінші линиясы, біздің параллельный ветка. Енді көбінесе осы прямой эфирді күнде шығып үйреніп жатырмын, бірақ күнде сағат 8-де прямой эфирге шығуға тырысам, әртүрлі темада айтамын. Енді мен анау кезінде айтатын еді, жаңағы Дубайға барасың ба деп. Ойбой, Дубай қаяқтан? Дубай бар екен, осындай керемет жер бар екен, фонтан бар екен, осындай тұрады деп. Бірақ мен негізі турагентстволарды аралап көрген жоқпын, бірақ турагентстволармен звондап сөйлескенмін, Мальдиваға қанша болады, қалай болады деп. Бірақ маған есептеп бергені сол кезде Мальдиваға 10 күнге 2.800.000 теңге деді ғой. 2.800.000 теңгем болса қаяқтан, одан да осы Қазақстан ішіне жүре берейін деп өзімді тоқтатқанмын. Өйткені көп жағдайда қарапайым халықтар қалтасына миллион болмаса шетелге шыға алмайды деп ойлаймыз. Ол рас негізінде. Біздің компания арқылы сіз тегін баратын мүмкіндігіңіз бар. Сіз арзан бағада скидкамен баратын мүмкіндігіңіз бар. Сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Афишаны шығарыңыздар, Перизат, афишаны қойыңыздар, мына күнге деп, сол күнге бірігіп шығам, Алла қаласа. Менде әлі жарты сағат уақыт бар екен, 15 минут қалды деп тұрсыздар. Сағат неше болды? Мияқта жарты сағат қалды деп тұр. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Негізі мынау адамның несіне байланысты ғой, санасына байланысты ғой. Мысалға, не ойлайсыз, сол нәрсе келеді. Мысалға, не ойлайсыз? Мысалға, күнделікті сіздің ойлайтыныңыз тек қана тамақ істеу, үй жинау, жұмысқа барып келу, балалар жатқызу, тойға бару, болмаса тағы не, баланы үйлендіру, тұсаукесер жасау, туған күн жасау. Сол күнделікті біздің санамызға сіңіп кеткен ғой. Біз артық нәрсе ойламаймыз да, артық нәрсені ойласақ, біздің миымыз оған қабылдамайды да. Өйткені сіз тек қана айтасыз, ойбой, ондай қаяқтан миллионерлер ғана барады. Мысалға, қымбат машинаны армандасаңыз да, оған айлық табысың бір айына миллион болып тұру керек шығар, 2 миллион табыс келіп тұру керек, или левыйден бір жерден ақша түсіп тұру керек, или күйіңіз қымбат бір жерде бизнесмен жұмыс жасау керек шығар деп ойлайсыздар да. Негізінде барлығы өзіңіздің санаңызға байланысты. Неге миллионерлер одан сайын миллионер болып жатады да? Олардың сана сезімі тек қана пәленбай миллиардтаған ақшаны қабылдайды. Менің өзім бірінші миллион айлыққа шықтым деген ойбай, мен ол миллионды не істеймін деп ойлағанмын да. Негізінде үйтіп ойламау керек, өйткені оның бәрін кейін кеш түсіндім. Өйткені миллион ақшада сізге жетпей қалады екен. Қазіргі таңда мен түсініп жатырмын. Өйткені сіздің арманыңыз одан да көп екен да. Одан да көп нәрсені, үлкен нәрсені армандасаңыз, одан да көп табысқа жетесіз. Сондықтан ешқандай шекара болмау керек. Мына мида шекара болмау керек.
миыңызды тіс тазалаған сияқты күнде тазалап отыруыңыз керек. Миыңызды ешқандай негатив, коронавирус, ештеңені көрмеуіңіз керек. Сақтанып жүруіңіз керек, үйден шықпауыңыз керек. Мемлекеттің айтқан, президенттің айтқан несін орындауымыз керек. Үйде отырсақ, сақтанған сақтайды, Құдай сақтайды дейді ғой. Енді сақтықта қорлық жоқ, бірақ сонда да сіз миыңызды тазалап отыруыңыз керек күнде. Менде жақсы болады. Менің барлық осындай шетелге бармасаңыз да мен барам. Өзіңізді представлять етіңіз. Мен Дубайда жүрмін, ана жақта жүрмін. Күнде кәдімгі армандар картасы сияқты өзіңізге жазып отырыңыз. Көп нәрсені, жақсы нәрсені көріңіз. 2020 жылы декабрьде мен қаяқта жаңа жылда қарсы аламын деп жазып қойыңыз. 2021 жылға жазып қойыңыз. Туған күнімді, баламның туған күні сияқты атап өтем. Мен негізі 2019 жыл анамның туған күні 1 декабрьде мен Дубайда қарсы аламын деп жазып қойған екем да. Мен оказывается, мен оны просто кейін түсініп жатырмын да. Туған күн сияқты қарсы аламын, анам туған күніне барам, әлі бронь жасаған жоқпын, бірақ мен айта берем да, солай анамның туған күніне бірақ барам, анамның туған күніне барам, айта бергем ғой. Оказывается, мен соны өзіме миға салып қойған екем да, мен солай барамын деп. Сол нәрсені направлять етсеңіз, сол нәрсе орындалады. Просто отбасыңызбен представлять етіңіз, әдемі видеолар көп бізде. Представлять етіңізді 3 балаңызбен, 4 балаңызбен, бала-шағаңызбен сіз круизда отырған представлять. 2021 жылға соған планға жазып қойыңыз. 2022 жыл мен мынандай островқа, мынандай мемлекетке барам. Менде мысалға 3 түрлі остров: Жерорта теңізі, Европа, Испания, Италия, Франция, сосын Персидский залив, Дубай, Абу-Даби, Катар, Оман деген қалалар. Одан кейін Мальдива, Индийский океан. Соның барлығын мен негізі өзім ойлап, армандап жазып қойған екем да. Мен оны кейін түсініп жатырмын да. Оказывается, адамдарда сондай армандар болу керек. 2021 жылға полностью армандарын жазып қойыңыз. Не керек? Үй керек, машина керек. Сіз оған сенімсіз бе, сенімді емессіз бе, орындай аласыз ба, орындай алмайсыз ба, сізге ол маңызды болмау керек. Тек қана жазып қоя салыңыз болды. Сіз сол направление айта беріңіз күнде. Мен аяққа барамын. 2021 жылы менде мынандай план ретінде, как будто сіздің сол планыңыз күнделікті сол өміріңізге қалыптасып кеткен, сіздің денеңізге, сіздің барлығыңызда денеңізге сіңіп кеткен сияқты, ол нәрсе сізге қалыпты жағдай сияқты. 2022 жыл мен мынандай кезде мен үлкен баламның мысалға свадьбасын сияқты атап өтемін. Мынандай туысқандарым болады, мынандай кімге көмектесесіз, кімге көмектескіңіз келеді. Мынандай 2022 жыл просто жазсаңыз, бір туысқаныма үй салып беремін, бір туысқаныма мешіт салып беремін. Просто жазсаңыз болды. Сіз оны орындайсыз, оны бірақ соған қарай күнделікті сіз соны миыңыз направлять етіп, соған қарай мен не істеуім керек ол үшін. Менің қандай бизнес күнде мен жоқ дегенде командама 3 адам әкеп тұрым керек, жоқ дегенде 5 адам әкеп тұрым керек, жоқ дегенде сол арманға жету үшін мен осындай бизнесте қазірден бастап жұмыс істеуім керек. Ертең бала-шағам мен шетелде оқып, деңгейі үлкен, мысалға керемет, әлемді танытатындай мықты білімгер, бүкіл тілді жақсы білетін балам жақсы керемет жерде оқысын, осындай керемет шетелді аралап әлемге атын танысын. Осындай болсын, бүкіл нәрсені жазайын. Просто сіз қазір айлық таппасаңыз да, бұл компанияның мүшесі болсаңыз да, болмасаңыз да, арманыңызды үлкен қылып жаза беріңіз. Өйткені сол арманыңыз сіздің міндетті түрде орындалады. Мен оны өзім бәрін білем. Сондықтан миыңызды, тісті тазалайсыз ғой азанда, негативтерден миыңызды күнде тазалайсыз. Бір кішкентай ғана қылдай бір кішкентай ғана негатив кіргізбеуге сіз тырысыңыз. Арманыңызды сақтай біліңіз. Арманымды мидың арасына қоспайын, жаман негативті деп. Шамалы болса да, кішкентай болса да негативті ол жаққа жібермеуге тырысыңыз. Қандай болса да, жаман кедергілер болуы мүмкін, жаман ойлар болуы мүмкін, коронавирус болуы мүмкін, ертең күні ақша бар бола ма, жоқ бола ма, күнім қандай болады деп вообще ондай ойламауыңыз керек. Тек қана жақсы позитивте жүрсеңіз, сізге тек қана позитив энергиялар келеді. Энергия дегеніміз қаяқтан келеді? Сіздің ойыңызға байланысты келеді. Жақсы ойлармен жақсы энергиялар келеді, жаман ойлармен жаман энергиялар келеді. Энергияларыңызды сақтай біліңіздер, жақсы жаққа сақтай біліңіздер. Мен неше минутым қалды? Сондықтан тек қана алға дейін жұмыс жасаңыздар.
дамытыңыздар. Қазіргі таңда осы онлайн энергиясымен жұмыс жасаңыздар. Энергия міндетті түрде онлайн энергиясы дегеніміз онлайн энергия ма, онлайнмен жұмыс жасау міндетті түрде сізге сенетін адам шығады. Мен негізі онлайнмен бір адам жазғанмын Астанада. Аяғым ұршығым сынған кезде, ұршығым сынып үйде жатқан кезде Ділда деген кісіні, ол кісімен кеше майға бронь жасап қойғам. Ол кісімен прямой эфирде аяғым сынып ұршығым сынып жатқан кезде сол кісіні подписка жасағанмын. Тек қана телефонмен, прямой эфирмен. Сол негізі мүмкіндік көп қой бізде, мүмкіндікті неғылмаймыз, пайдаланбаймыз. Алла тағала барлық нәрсені беріп отыр бізге. Wi-Fi керек па, телефон керек па, Instagram, барлық ақпаратты беріп отыр. Тек қана қолдана білу керек. Ақша табудың жолы міндетті түрде сіздің, тек қана тырыссаңыз келеді. Міндетті түрде сіздің арманыңыз орындалады. Міндетті түрде Аллаға сеніңіз. Алла тағаламен, ол тек қана сіздің жақсы ойларыңызбен келетін жақсы дүниелер ол. Тек қана жақсы армандай біліңіздер, жақсы нәрсені армандаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, шамал ғана уақыт қалды. Неше минут қалды? 15 минут бар екен әлі. Барлықтарыңызға рахмет. Мен енді күнде шығуға тырысамын. Жақсы ойларыңызбен бөлісіп, жақсы ойларыңызбен отбасыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мысалға сіз отбасыңызға уәде беріп отырыңыз. Біз осындай жерге міндетті түрде барамыз, осындай жерде міндетті түрде балам осындай жерге барып демаламыз деп. Өйткені балаңызда сіздің жақсы армандарыңыз болады болса, балам шетелге барамыз осындай жерге, ол да сізбен бірге қосыла армандайды. Баланың несі қабыл болады ғой, періште ғой. Ол бала сізден де көп нәрсені армандауы мүмкін да. Ол уже корабльдің ішінде жүріп, барлық нәрсені көріп, барлық нәрсені ұстап, барлық нәрсені жеп, барлық нәрсені ойнап, уже өзіне плансыз қояды да. Ол күнде сізге айтуы мүмкін, біз қашан барамыз деп. Ондай кездер болды ма негізі партнерлардың арасында? Өйткені білем, қазірдің өзінде мен сіңілім балдары бар. Шетелге қашан қыдырамыз, шетелге қашан апарасың деп отырады. Бар ондай балдар сізден бұрын кетіп қалғысы келеді. Сондықтан армандарыңызды отбасыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Армандарыңызды отбасыңызбен бірге құрып жасап отырыңыздар. Ол нәрсе міндетті түрде орындалады. Соның барлығын жазып қойыңыздар, видеоға түсіріп отырыңыздар. Сол кезде ертеңгі күн көрсетсе орындалған кезде. Мен негізі көбінесе видеоға түсірмегем, бірақ сол нәрсені презентацияда көбінесе айтатынмын. Енді біздің ең бірінші партнерлар оны жақсы біледі. Бармасам да, бронь жасамасам да, Алла қаласа анаммен бірге барамын деп постоянно айтып жүретін тұғым. Сол нәрсе орындалды. Өйткені каждый презентацияға сол менің бір настроем осы болды. Настроем сол анамды апару болды. Сол настроймен жүре бердім. Сол каждый раз айтып жүрдім. Әрине сол нәрсе орындалады. Соны міндетті түрде отбасыңызбен бөлісіп отырыңыз. Міндетті түрде олардың да ойларын жақсы. Қазіргі таңда коронавирус деп балдардың өзі қорқа бастады. Бүгін ғана бір бала жаңа жылап жіберіп жатыр ғой. Что все были здоровы, я хочу учиться, учителіме барғым келеді деп, мысалы, балдардың өзі ол жүректеріне қатты әсер етеді. Балдарға тек қана жақсы ойларды ойлатыңыздар, жаман нәрсе ойлатпаңыздар. Жақсы нәрсе ойлатып, осы бизнестен бұрын осы круизда демаламыз, бізде жақсы болады, шетелде оқисың, шетел жақсы боласың, керемет боласың, корабльде жүресің, пляжға суға түсесің. Соның бәрін айта жүріңіздер балдарыңызға, отбасыларыңызға бөлісе жүріңіздер. Әрбір арманыңызды бөлісе жүріңіз. Бірақ жаман ешқандай негативті балдарыңызға, өзіңіздің ойыңызға келтірмеңіздер. Рюкзак дайындайды, міндетті түрде дайындайды. Олар сіздерден бұрын дайындалады. Дайындап қойсын, өйткені жаңа жылға, по-моему, сіздер бронь жасадыңыздар. Ол айтып тұрмын ғой, ол нәрсе міндетті түрде орындалады. Просто сіздер ешқандай бір жаман, бір негатив сөз бір келді ма, болды сіздің ол арманыңыз сол күні бұл шамал болса да бұзылды деген нәрсе ғой. Ешқандай компания жайлы айтпаңыздар, компания жайлы бір нәрсе айттыңыз ба, болды. Сол күні сіздің бір жақтан бір негатив түсті ма, сіздің арманыңызды артқа қарай тарта береді ғой. Сондықтан жақсы ойлармен жүру керек. Қандай жағдайда болса да, қандай ситуацияда болса да жақсы ойлармен жүру керек. Ондай нәрсе болды, біздің арамызда да адамдардан болды. Круизға бармай жатып негатив айтқан, круизға мінбей қайтып кеткендер де болды. Ондай нәрсені вообще
мен өзім осы компанияға кіргеннен кейін, бронь жасағаннан кейін круизға 1 ай қалған кезде аяғым сындырып алып үйде жатқанмын. Бірақ мен сонда да коляскамен болса да барам деп айтқанмын да. Менің жақсы ойымның бірі сол болғанда, мен балтақпен бардым. Шүкір, сол балтақпен барсам да, сол жақтан балтағымды тастап келдім. Өйткені мен жақсы оймен бардым. И то мен сол кезде айтқанмын, балтақпен барып, балтақсыз қайтсам да болады маған деп. Просто ешқандай бір кішкентай негативті кіргізуге болмайды да. Кішкентай негативті кіргіздіңіз ба, сіздің арманыңыз артқа қарай кете береді. Сондықтан жақсылап, жақсы нәрсені ойлаңыздар. Анау тіс тазалаған сияқты арманыңызды сақтап жүріңіз. Ешқандай негативке берілмеңіз. Сол кезде сіздің бүкіл арманыңыз орындалады. Көп рахмет сіздерге. Мен тыңдағандарыңызға. Прямой эфирді сақтап қоям. Күнде осыны прямой эфирге шығып отырам, әртүрлі тақырыпта. Сосын командада да бір партнерлар шығады. Афишаларыңызды шығарыңыздар. Сіздерге күнде прямой эфирге бізге қонақ ретінде салып отырсаңыз, қонақ ретінде кіріп отырсаңыз, бір-бірлерімізге сұрақ қою арқылы. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы нәрсе ойлайық, жақсы нәрсені армандайық. Ол міндетті түрде орындалады. Армандай біліңіздер. Көп нәрсені армандай біліңіздер. Сіздерді жақсы көрем. Барлықтарыңызға рахмет. Сақтап қоям қазір.